көршіңіз Қанат деп айтайық, сол Қанат постоянно сізге келеді да, сіз білесіз, таңертеңгі уақытта келеді да нан алып кетеді, кешкі уақытта картошка мен сәбіз алып кетеді, кола мен чипс алып кетеді. И бұны постоянно почти через день келіп алып кетіп жүр сіздің магазиніңізден. И потом бір күні келді да Қанат, ұмытып қалды да, чипсы, әйел айтты, барып чипсы әкеп берші, там чипсы мен кола алып келші деді мысалы. И Қанат келді да, ұмытып қалды оны. Келді да, картошка менен сәбізді алды да кетіп қалды. И сосын үйіне барады, ой, ұмытып кетіппін дейді да, сонымен қалды. И получается минус чипсы мен кола қазіргі таңда қанша уже 2000 теңге ғой, минус 2000 теңге. Сіз 2000 теңгені уже жоғалтып алдыңыз. Ал егерде сіз ақпараттарды жақсы игерген болсаңыз, сіздің магазиніңізде бұрынғы ақпараттардың бәрі сақталған, дата аналитика барлығы күшті жұмыс жасап тұрған болса, сіздің сатушыңыз мықты болса, онда ана жерде Қанат сәбіз бен картошканы сұрап келген кезде Қанатқа айтатын еді: Қанат, чипсы менен коланы сатып аласыз. Может, сіз қазір тоже сатып аласыз деп предлагать ететін еді сатушыңыз. Егер